Бәріңе сәлем, бұл Марат Қани, құрметті әріптес. Жаңа жыл мерекесіне орай оқушылар арасында мынандай сайыс ұйымдастыруға болады, немесе қысқы бал мерекесінде қатысушылардың білімін тексеруге арналған креативті тур. Бұл ойын бар болғаны қарапайым PowerPoint бағдарламасымен дайындалады. Олай болса, ойынымызды бастап көрейік. Зияткерлік сайыс осылай басталады. Жаңа жылдың атмосферасын сезіндіру үшін қар жаудырып, шырша орнатып қойдық. Тінтуі мен экранның бетін бір рет басатын болсақ, бастау деген осындай түйме шығады. Ол бастау деген түйменің үстінен бассақ, мінекей 8 сұрақтан тұратын бетіміз ашылды. Бірінші сұрақты таңдап көрейін. Алғашқы жаңа жылдық ашық хат қайда басылды? А нұсқасы Париж, В нұсқасы Мадрид, С нұсқасы Лондон, Д нұсқасы Мәскеу. Мадрид деген нұсқаны басып көрейін. Қап әттеген-ай, яғни дұрыс жауап берген жоқпыз. Егер дұрыс жауап беретін болсақ, жоғарыда шанаға мінген Санта-Клаус болмаса Аяз атамыз жылжитын болады. Негізі бұл сұрақтың дұрыс жауабы Лондон. Мінекей Санта-Клаус жылжып кетіп барады. Сол жақтағы сыйлықтардың үстін бассақ, қайтадан сұрақтар алаңына ораламыз. Екінші сұрақтың үстін басып көрейін. Солтүстік Америкада бұғылар бастаушысының аты кім? А. Дешер, В. Комет, С. Рудольф, Д. Донер. Комет деген нұсқаны таңдап көрейін. Қап әттеген-ай, дұрыс емес екен. Негізі бұл сұрақтың дұрыс жауабы әрине Рудольф. Тағы да шанаға мінген Аяз атамыз осылай жүріп барады. Сол секілді сол қапталында тұрған ақ қаланың үстін басамыз, сұрақтар алаңына ораламыз. Үшінші сұрақтың үстін басып көрейін. Сәттілік дейді, яғни бұл сұрақтың астында ешқандай сауал жоқ, сізге тамаша бір ұпай сыйлап тұр. X-тің үстін бассақ, қайтадан сұрақтар алаңына ораламыз. Жалпы 8 сұрақтың ішінде 6-ы нақты сауал болса, 2-і осындай сәттіліктен құралған. Құрметті әріптестер, жаңа жыл зияткерлік сайысының дайын нұсқасын арқылы Telegram арнама жүктеп қойдым. Президент Татьяна, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құбылтуларыңызға, сұрақтарын өзгертулеріңізге болады. Менімен байланысқыларыңыз келсе, осы видеоның сипаттамасында, яғни төменгі бөлігіндегі ақпарат алаңында WhatsApp мессенджерімнен сілтемесін және ұялы нөмірімді қалдырдым. Әр сабағыңызды қызықты өткізгіңіз келсе, YouTube арнама тіркеліп, үлпілдеріңізді аямай басып, пікір жазып кетіңіздер.